Достар, сіздерге бір лайфхак көрсеткім келіп тұр. Енді неге мән бермеңіздер, сабыннан, иә. Кәдімгі сабынды жуған кезде жуып жүреміз ғой күнделікті, сонда кішкентай қалып қояды, иә. Оны біз аламыз да мусорға лақтырып жіберуге мінекей асығамыз. Ал қараңыздар, мен негізі жабысып тұрған мынаған жаңа алған ғой, сіздерге көрсетейін деп. Міне қараңыздар, жасыл, ақ, көк, міне мынаның ішіне қаншама сондай кішкентай сабындар. Сондай кішкентай сабындарды лақтыруға асықпаңыздар. Күшті лайфхак. Оны осындай қол жуатын жерге балаларыңыз болса, тем более осылай қойып қойыңыздар, 4-5-еуін, например. Сосын жуған сайын бір-біріне жабысады. Немесе өздеріңіз бүйтіп қысып қойсаңыздар, ол осылай жабысып қалады. Мысалы, мына жаңа жабысып тұр. Мен алдымда просто сіздерге көрсетейін деп алдым. Мынаның өзіне мысалы біреу бар астында, екеу бар шетінде, 3-4 сабын тұр мынаның ішінде. Осының өзі кішірейеді. Бұның өзін бір айдай жусаңыз болады, балаларыңыз кішкентай қолдарына, тем более ыңғайлы болып келеді. Осының өзін мына сабындар бір айға жетеді менде. Тағы да осы сабындар мынандай болып қалады. Ол бұған тағы қосылып келеді мыналар. Менде туалетте осындай сабын тұр, және жуынатын жерде осындай сабын тұр. Денені жуынатын жерде мочалка дегенге осындай үлкен сабын қойып қоямын. Бұл кішірейген кезінде мынандай болып, жұқарған кезінде мынандай болып. Мен аламын мына жерге тастаймын, ол қол жуатын жерге тастаймын. Сосын олар бәрі бір-біріне жабыстырып, осылай сабынды текке лақтырып жүргенше пайдаланып тастаңыздар дегім келеді. Ал мына үлкен сабынды жуынғанда мочалкаге ыңғайлы болсын деп үлкен көлемде қолданамыз. Мына кішкентай енді қолға кете береді. Сондықтан осылай мыжып бір-бірімен осындай сабын құрастырып алып өздеріңіз экономдауға осындай болады, сабынды лақтырмауға тырысыңыздар. Немесе мен осы каналымда бар, осындай сабындарды күштен өткізіп, теркадан ұсақтап, жидкое мыло, яғни сұйық су сабын істеуге болады. Бірақ ол маған онша ұнамады. Маған осы вариант ұнап жатыр. Уже бірнеше ай мынау ақ сабын қашанғы ол. Просто жаңа сіздерге көрсетейін деп былай алып тастаған ғой. Осылай істесеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, менің каналыма жазылып қойыңыздар, достар.